әңгімені бастайық. Қош келдіңіздер, қош көрдік. Бір жүйелі сөз айтуға жазсын. Енді бүгінгі осы бағдарламаны жүргізушінің бірі Дума Мұхамедқали және Жанжігіт Омархан. Одан кейін бізде қонақта Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің телерадио және қоғаммен байланыс кафедрасының меңгерушісі, филология ғылымдарының кандидаты, айтыскер ақын ағамыз, мәдениет қайраткері Серікзат Дүйсенғазы ағамыз ортамызда. Және де Қазақ ұлттық өнер университетінің аға оқытушысы, мәдениет үздігі айтыскер ақын Еркебұлан Қайназар ағамыз осында. Қош келдіңіздер. Енді бүгінгі тақырып жалпы мынау айтыс дәстүр көрінісі, қазақы танымдағы айтыстың орны, жалпы бүгінгі таңдағы айтыстан қоғамға берілетін рухани азық деп осы төңіректе әңгімелесейік. Енді Серікзат аға, жалпы біздің енді дәстүрімізді дәріптеуде, осы алдыңғы шепте тұрған айтыс өнері ғой, бұл бірнеше ғасырдан бері өзімізге жалғасып, бүгінгі өздеріңіздей айтыстың жанашырларының, айтыстың өкілдерінің арқасында қоғамда үлкен танымал өнерге айналып тұр. Көптеген қызығушылық бар жастардың тарапынан болсын. Сіздердің әлгі 32 тістен тараған сөз 30 рулы елге тарайды деген қазақтың бір жақсы сөзі болса, осы тура сіздердің өнерлеріңізге қарап айтылса керек. Өйткені сіздер айтылған сөз өтімді, сіздер айтылған сөз жетімді. Мысалы, оған бәрі де мән беріп жатады. Содан бұл енді айтыстың өзінің ерекшелігі ма, жоқ әлде айтыскерлердің арқасы ма? Жалпы айтысты мен қазақтың мінезі деп қабылдаймын өзім. Себебі өзі әр ұлттың өз мінезі бар ғой, болмысы бар. Біздегі бір жылқы мінезді, анау мынау деп жатады ғой, кей кезде бір қой мінезі деп қояды қазақ. Енді өзіміздің жаңағы өсірген төрттілігімізге байланысты. Бірақ жалпы негізі айтыстың ішінде барлық қазақтың болмысы мінезі бар. Осы біраз жыл бұрын бағана осы кім Дүрәлі Дүйсебай ағамыздың белгілі спорт журналисті, сол кісінің жылдығасы болды. Сол кезде де жаңа айтып жатырмыз, ол кісі кезінде ұлттық қауіпсіздік комитетінде осы тіл саласын басқарды. Сол кезде ұлттық қауіпсіздік комитетінде айтыс ұйымдастырды. мен соған бірнеше рет қазы болып барғанмын. Кәдімгі өмір онда жерде мысалы ұлттық қауіпсіздік комитетінің ішінде айтыс түгіл домбыра кірмейтін жер ғой енді. Сол жерге айтыс жасап, сол кездегі генералдар Әділ Шаяхметов, Амангелді Шабдарбаев деген ағаларымыз басқарып тұрған кезде бірнеше жыл қатарынан айтыс жүрді. Бүкіл гарнизондарда, бүкіл әскери ұйымдарда жаңағы айтыскерлер жұмысқа алып, көп айтыскерлер сөйтіп сурет істеп жүрген жігіттердің ішінен айтыскерлер шығарып, кәдімгі айтыс мектептерін құрып, бір керемет бір сондай бір айтыстың салтанат құрған кезі болатын. Оны не үшін айтып отырмын? Енді жақында қаңтарда үлкен оқиға болды, қырғын болды. Сол кезде біздің басшыларымыз айтып жатыр, қазір елдің басшылары. Сол кезде әскеріміздің сондай рухы жоқ екен. Тіпті жаңағы соғысқа шықса, соғыс алмай қалады, көліктер жүрмей қалады, мылтық ата алмай қалады. Сонда жасып қалған, рух жаншылып қалған. Соның бәрін жаңа сол заманда сол айтысты сол үшін ұйымдастырды деп ойлаймын сол кезде. Мысалы соғыс заманда да айтыс ұйымдастырған ғой, Сталиннің бұйрығымен. Сталиннің бұйрығымен. Сонда қарап отырсаңыздар, Қазылар алқасында анау маршал Ворошилов отыр дейді, жаңағы Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтбаев, басқа да сол ана ненің орталық комитеттің анау Мәскеуден келген сол хатшысы отыр. Сол кезде Күләшбай сөйтіп отыр, мысалы сондай атақты адамдар қазып отыр да. Қазып болғанда да енді ол кісілердің көбі жаңа біреу саяси жағын бақылап отыр, біреу көркемдік жағын деген сияқты ғой. Ол неге дегенде сол кезде тылдағы халықтың рухы әлсіреп қалды. Біз соғысқа көп күш беретін тылдағы халық қой. Соны көтеру үшін жасаған. Енді яғни не деген сөз? Айтыс біздің ұлттық рухымыз, мен айтайын деген. Біздің жаңа бүкіл болмысымыз. Жаңа әскерге осыны неге айтып жатырмын мен? Әскерге біз бір кезде әскердің рухын көтеру үшін Иманғали ағамыз министр болып тұрған кезде Сейіт Қасқабасов ағамыз бастап, Дихан Қамзабекұлы ағамыз бір академиктер ғой енді. Содан кейін Сағынбай Жұмағұлов деген доктор профессор бар, Қайырбек Кемеңгер деген бәріміз бірігіп 10 томдық Ер жүрек деген кітап шығарғанбыз. 10 томдық батырлар жыры ішінде. Соңғы томы кәдімгі кейінгі осы батырлар және поэмалар біздің ақындарымыздың, Қасым Аманжоловтың поэмасы, жаңағы Мұқағали Мақатаевтың, басқа үлкен енді соғыс жайында қандай үлкен біздің ақындарымыз поэмалар жазды. Солардың бәрімен аралап үйлеріне барып, Қалижан Бекқожин деген сияқты үлкен сол кезде атақты ақындарымыз, Тоқаш Бердияров, Мәриям Хакімжанова, Қасым Аманжолов, солардың ұрпақтарымен аралап, солардың авторлық құқықтан рұқсат сұрағам. Поэмаларын жаңағы топтастырғанбыз. Бірақ ол кіргізу үшін. Иә, ол кітап мысалы оқылмай қалды. Неге дегенде, мен оны неге айтып отырмын? Біздің рухымыздың бәрі жырдың ішінде ғой, айтыс сол енді сол жырды жеткізуші ғой.
айтыстың мысалы өзінің дәстүрін қарап отырсаңыздар, сол біздің ақындарымыздың бәрі көбі қазір біреулері бірін-бірі тиісіп жатады ғой, сен жыраулар жаңағы бес ғасырды жаттап алыпсың деген сияқты. Ол қажет нәрсе. Себебі біздің бүкіл дәстүрімізді, тарихымыз, жырларымыз кім жеткізді? 19-шы ғасырды қарап отырсаңыздар, Қозыкөшев баян сұлуды Шоқан келіп Жанақтың аузынан жазып алады, Радылов келіп немесе Потанин келіп тағы бір Шөженің аузынан жазып алады, біреуге Орынбайдың аузынан жазып алады. Барлық жаңағы сол замандағы носитель деп жүрміз ғой, жеткізушілер, ана замандағы жырларды жадыларында сақтап жеткізіп әкелген айтыс ақындар. Басқа ешкім емес. Яғни ол не деген ауыз әдебиетіміздің айтыстың ақындар сол заманда өздерінің қызметін атқарып халықтың ішінде жаңа рухты көтеруші болған. Оның алдында жыраулар болды ғой. Жыраулардан кейінгі біздің ақындарымыз сол кезде халықтың ішінде осы рухты жоғалтпауға еңбек сіңірген. Ал қазіргі уақытта енді біздің сол рухымыздан сәл айырылып, кейбір жаңағы салаларымыз, кейбір аймақтарымыз орыстануына байланысты, немесе жаңағы кейбір аймақтарымыз сол жаңа заманға бейімделуіне байланысты жастарымыздың осы айтыс тыңдамай барады. Бұл үлкен қауіп. Айтыс тыңдайтын қазақ ол ұлттың болашағы деген сөз. Айтыс тыңдайтын жас ұлттың болашағы. Себебі осымен тәрбиеленіп келген. Айтыста қазақтың мінезі, қазақтың қандай мінезі бар? Қазақтың көсемдігі, шешендігі, қазақтың жаңағы тапқырлығы, қазақтың бүкіл өзінің дәстүрі, мәдениеті, өзінің жаңа болмысы, музыкасы, не дейміз енді? Яғни рухани азықтың бәрі қазір айтыста тұр. Соның ішінде оған да қарсы адамдар бар. Кей кезде біздің мына өзіміздің зиялы азаматтарымыз, үлкен жазушыларымыз өзі кей кезде айтысқа қарсы шығады. Бұл енді қызғаныш сияқты. Қызғаныш деп ойлайды. Мен баяғы біз әдебиет жоқ, әдебиет дұрыс. Бірақ мынау сияқты әдебиет ондай өтімді емес. Әдебиетті жалпы оқитын адамдар бар. Бірақ анау сияқты жаңағы халықтың алдында тұрып бір жалпы халықтың топ халықтың рухын көтеруге ол әдебиет ол енді жеке адам шаруасы ғой, кітап оқу деген. Топтасып отырып кітап оқи алмайсың ғой. Бір заманда да болған шығар қисса айту деген. Қазір ол жоқ. Қазіргі заманда сол айтыстың рөлі үлкен. Сондықтан жаңағы мен қайткен күнде де осы біздің айтысымызды осы жерде биікке көтеруге жұмыс істеуіміз керек. Серік, мына жерден бір заңды сұрақ туып тұр. Жаңа сөзіңіздің арасында айттыңыз, қазіргі жастар айтыс тыңдамай бара жатыр деп тұрмын. Осы тұрғыда мысалға айтысқа мүмкін бір белгілі заманауи форматтар, реформалар керек деп те қарауға болады да, әрине. Енді осы жерде мен айтып кетсем, қазір өзі замандағы көп адамның таңдауы, талғамын көп адам түсіне бермейді, өте өзгеріп кетті да. Мысалы өмір бойын бүкіл саналы ғұмырының барлығын осы әдебиетке, жырға, айтысқа, соны зерттеуге арналған 60-тағы академикті ешкім білмеуі мүмкін қазір. Бірақ 6 миллион подписчигі бар, 16 жасар Вайнерді бәрі тануы мүмкін да. Сондықтан бір құндылықтардың орны өзгеріп жатқан сияқты. Дегенмен жаңа ағамыз айтып отыр ғой, қазақтың рухы бұл өлеңде, жырда, дастанда деп. Айтыс қазір осы қазақтың қандай құндылықтар бар, соның барлығын басын біріктіріп, елдің алдында көрсетіп жүрген жалғыз өнер сияқты болып елестейді маған қазір. Себебі ол айтыстың ішінде жаңағы Серік аға айтқандай жырдың да элементтері бар, оның ішінде қара өлең де бар. Оның ішінде ең бастысы біздің ақындардың жаңағы синкретті дейміз ғой, импровизациялық жаңағы бір-бірімен қағысуы, осы ғана қазір халықты тартып отыр өзіне. Соның себебімен, соның сыртынан біз нені насихаттай аламыз айтыста? Айтыста қазақтың ұлттық аспабы домбыра, міндетті түрде. Қазақтың ұлттық киімі, шама шарқынша, осылар насихатталып жатыр. Енді жастардың барлығын қазір енді былай қараған кезде бір статистика шығарып, арнайы зерттеп көрген жоқпыз, бірақ енді жастардың айтыс тыңдайтыны да бар, тыңдамайтыны да бар. Тыңдайтындары үнемі бізге әлеуметтік желілерден хат жазып жатады. Біз осы айтыс тыңдаймыз, біздің айтысты, ендігі айтыс қашан болады деген сияқты көптеген сұрақтармен мазалап жатады. Ал тыңдамайтындары жаңағы қазіргі әлеуметтік желі, TikTok, Instagram желісі өздерінің жанының қалауы бойынша істеп отыр. Біз оларға ештеңе айта алмаймыз. Қазір біреуге сен мынаны істе, бұл сенің тілің, бұл сенің жырың, мынаны жаттау керек саған деп ештеңе істете алмаймыз. Бізде жалғыз ғана жол бар, бұл көрсету керек, болды. Біз өз басым айтысқа шыққан кезде шама шарқымша осы нәрсенің дұрыс екенін, осы нәрсенің керек екенін дәлелдеу үшін артымызда бір ауыз сөз қалса екен деп айтысқа шыққан кезде сондай бір мақсат қоямын. Сосын мына біздің көнеден келе жатқан жыр сарындардың кішкене элементтерін қосып, сосын мына мақам саздарды кішкене түрлендіріп, біреулер эстрадалық соңғы мақамдарға салып жатса, біз хиттарды керісінше осы халықтық дәстүрлік
сарындарды ортаға алып шығуға тырысамыз да. Өйткені неге? Бұл біздің бәріміздің бәрібір қанымызда, генімізде сақталып қалған нәрсе. Қазақтың рухын оятатын екі ақ нәрсе бар өзі, менің пікірімде. Бұл жылқының дүбірі мен домбыраның күмбірі. Жаңағы бар ғой бір жатқан жылқыны, сазға кіріп кеткен жылқыны қасынан бір үйір жылқы айдап өткен кезде атып шығып орнынан тұрып жаңағы қосылып кетті деген сияқты. Солай біздің де рухымыз ұйықтап жатыр ғой. Қасынан қазір домбырамен бір гүрілдетіп бір қасына барып адайды бір тартып жесеңіз атып тұрады орнынан. Тағы бір күй тартшы деген сияқты. Немесе айтыста да солай. Ұйқысырап отырған халыққа бір от жырлар айтқан кезде, бір дәл нүктеге тиетін сөз айтқан кезде дүр сілкініп оянады, мен қазақ екенмін ғой деп. Немесе атқа мінген кезде, кеше енді еркін формат қой, өткенде бір көбісі асфальтта өскен жігіттер негізінде жаңағы кәсіпкер жігіттер бас қосып көкпар тартып көрейік бір деп жаңағы жігіттер ұйымдастырған. Сол кезде бардық. Сол кезде көрдім да, жігіттердің бәрінің көзі жанып кеткен. Атқа мініп алған, астында тура қазір алдынан қалмақ шықса, жоңғар шықса атойлап қуып кетейін деп тұрған сияқты. Өмірі көкпар тартпақ түгіл атқа мініп көрмеген жігіттердің сонда қалай рухтанғанын көрдім мен. Алдына айтады да жігіттер, енді көкпарға келдім ғой, бір рет салым салып көрінді деп, жаңағы палуандар көкпарды алдына өңгеріп берсе, соны алып өзі тартып біреудің тақымынан жұлып әкетіп бара сияқты, екі көзінде от жанып апарып тастағаннан кейін қалай рухтанады, айқайлап кәдімгідей екі қолын көтеріп. Міне біздің рухымыз осында тұр, оны біз ешқайда жоғалтып алған жоқпыз. Қанымызда әр қазақтың жүрегінде ұйықтап жатқан рух қой, оны ояту керек. Болды, ояту үшін не істеу керек? Әр адамның алдында мақсат болу керек та. Мысалы айтысқа шыққан кезде жүлдесі қанша екен, бас жүлде алайын деп емес, арттағы өзіміздің артымыздан еріп келе жатқан жігіттерге көрсетейік, жігіттер мынау дұрыс нәрсе, осы керек деген сияқты. Ағамыз айтып жатыр, әскерлерді, әскердің де жігіттері бар, неше түрлі мемлекеттік қызметте істейтін жігіттер бар. Айтыс көретін, көріп қалған кезде, формадан келіп амандасқан кезде кішкене тіксініп қаламыз да, сосын айтады, сіздің айтысыңызды көреміз біз, мынау деген сияқты. Демек айтыс көрмейтін қазақ кемде кем шығар енді. Қазір ана YouTube желісі бар ғой, бірде болмаса бірде көз шалып қалады деп ойлаймын. Сондықтан соларға ой салу үшін жұмыс жасаған жөн көреміз. Жақсы, және сөзіңізден ой туады ғой, айтыстың жүлдесі қанша екен деп айтысып емес дейді. Қазіргі айтыстың сипаты қалай ойлайсыздар? Тек қана сынау бағытында, халықтың алдына шыққан айтыскер бір бал жинау бағытында айтылып кетіп жатқан жоқ па? Ол әр ақынның өзінің стиліне байланысты. Бір ақындар бар, мүлде сынамайды, сынағанның өзінде астарлап, әдемілеп жеткізеді. Бір ақындар бар, тек қана тіке мынау деп жаңағы кесіп айтып тастайтын. Бір ақындар бар, ол тақырыпқа мүлде жоламайтын ақындар бар. Қыз бен жігіт айтысын жасап айналып өтіп кететін ақындар бар. Немесе жаңағы баяғы жыраулар поэзиясының сарынымен алыстан орағыт келіп айтатын ақындар бар. Енді бұл айтыскерлердің барлығына тән нәрсе емес, айту міндет, немесе ұпай жинау үшін айтатындар да бар. Бірақ негізгі мақсат барды бар, жоқты жоқ деп айту ғой. Ақындардың ішінде де әркелкі болған дұрыс қой енді. Ол өнер болғаннан кейін бәрі бір бағытта айтылса тағы да қызық емес. Бүкіл ақын шығып жаңағы бір мәселені отырып саясат айта беретін болса қызық емес. Айтыстың өзі әрқилы болу керек. Сондықтан жаңағы ата бабаларымыз өзі айтысты тек бір қалыпта қалдырмаған ғой. Түрі бар айтыстың. Неше түрі? Сүр айтыс, жұмбақ айтыс, өтірік өлең айтыс, қыз бен жігіт айтыс. Соның бәрін жасағанның себебі сол қызық болсын деп жасаған ғой. Себебі бір бағытта бәрі сүр айтыс болатын болса, ол айтысты жалықтыратын еді. Әртүрлі жаңағы сала. Сондықтан жаңағы біздің ақындарымыздың ішінде де әртүрлі болған дұрыс. Енді әр ақынның өз шеберлігіне де байланысты. Біреулер айтады, ол қазір ойбай жаңағы біздің ақындарымыз айтады, кейбір ақындарымыз мысалы өткір айтып жүрген Ринатты, Айбекті, солардан қалған ақын емес. Жоқ, олай емес. Ол айтыс деген бірінші өнер ғой. Бірінші өнер. Онан кейін барып қалған және бұл ақындар әрине кім Айбек пен Ринат мықты ақындар. Олар өнерді меңгерген ақындар. Және екінші мәселе өздерінің бағыттары солай. Мына қоғамдық мәселені көп айтады. Ұпай жинау дегеннен шығады. Негізі Айбек ағамыз да, Ринат та ол ішіндегі өзінің жан тәнімен шығып жатқан өлеңдерін айтып жатыр ғой. Бірақ сол жігіттерге еліктеген жігіттер, міне осыларды айтуға болады. Енді ұпай жинау үшін немесе еліктеп, немесе жаңағы аудиторияны алу үшін, бірақ бұл көрініп тұрады, көзге ұрып тұрады. Көрініп тұрады. Өйткені Ринат айтса, Айбек айтса, көрермен жұтып алады оны, мысалы. Сенімді түрде. Қатты қабылдайды, сенімді түрде. Ал енді одан кейінгі балалар айтса, бәрібір қабылдағанмен де ішінде бір күмән тұрады. Өйткені оның жас ерекшелігі, оның танымы,
ол тақырыпқа сәйкес келіп тұр ма келмей тұр ма. Мысалы мектепті жаңа бітірген жаңағы бала келіп қолына домбыра алып еліктеп жүрген бала, шалықтап жүрген бала ортаға шығып премьер анау, президент мынау деп отырса, оны ешкім қабылдай алмайды. Өйткені айтыста көрерменнен ештеңе жасыра алмайсыз. Жасандылықты бірден көріп қояды. Сахна деген үлкен айна ғой. Оның рас, мысалы сіздер сахнада отырғанда біздер көрермен болып отырсақ, бәрібір де жаңағы сіздердің айтып жатқаныңызды көрермен қаншалықты қабылдап жатқанын өздеріңіз де сезіп отырасыздар ғой, мысалы сондай. Енді Сераст аға, осы қазір әлеуметтік желіде бәріміз отырамыз. Тура екі комментарийдің бірі бізде ұлттық идеология жоқ деп сөйтіп жатады да, мысалы. Жалпы біздің мемлекет айтысты идеологиялық тұрғыда дұрыс пайдалана алып жүр ма, мысалға? Енді жалпы мемлекет тарапынан айтыс өтпей жатыр деп айта алмаймыз. Себебі облыс болып өздері жылда сол ақшаларын бөліп арнайы бір айтыс өткізіп жатыр. Бірақ енді бір жағынан мен мынаған қарсымын. Айтысты мемлекетке байлап қою. Мысалы үшін бізде сын неге айтылады? Көбінесе мемлекет телеарналарға, мемлекеттік ақпаратқа айтылады. Мен енді өз ақпарат саласында сабақ беремін ғой. Неге дегенде олар шындықты айтпайды. Әрине, неге шындықты айтпайды? Себебі олар да айтып жатыр. Бірақ олар мемлекеттен ақша алып отыр ғой, олар құрылтайшы мемлекет болғаннан кейін мемлекетке өзің құрылтайшыға қарсы шықпайсың ғой енді. Оның мәселелерін кішкене жұмсақтап айтады. Ал енді басқа жақтан жаңағы қаржыландырып отырған біздің құралдар кішкене өткірлеп айтады. Ол заңдылық та, ол жалпы әлемде сондай. Сол сияқты айтысты да мемлекетке байлап тастасақ, айтыс ақындарында да ертеңгі күні мемлекет талап қояды. Айналайын, саған ақша беріп отырмыз ба? Сен біздің жырымызды жырла деп. Осы мәселеге келгенде мемлекетті ұйымдастыра беру керек, иә. Онымен қатар жаңа меценаттардың жүргенін дұрыс деп білемін. Айтыстың. Ал жаңағы біздің жаңағы осы қолдап жүрген жігіттер бар ғой, кім? Дулат Тастекеев кейін осы жақсы осыған қолдау көрсетіп отыр. Басқа да бұрыннан үлкен ағаларымыз болған Нұртай Сәбильянов, Мұхтар Құл-Мұхаммед ағаларымыз, кейін мына Ермегай Амангелді ағамыз, Өмірзақ Сәрсенов ағалар, басқа да енді жігіттердің ағаларымыз кейбірін айтпаса майыпқа бұйырмасын, көп азаматтар бар айтысқа қолдаушы. Әкімдердің ішінде де бар. Осыны жақсы көретін өздері. Соған арнайы бір бюджеттен артық ақшаға айтысқа деп бөліп отыратын біздің әкімдеріміз де бар. Енді мына айтысты идеологиялық құрал ретінде толыққанды қолданып жатқан жоқ негізі. Айтыскерлер де, ақындар да өздерінің шама шарқынша өзінің еркімен ғана жұмыс істеп келе жатыр ғой қазір. Бірақ бұл қолдамады деген сөз емес. 2010 жыл осы бүкіл айтыстағы эфирдің бәрі жабылып қалғанын бәріңіз білесіздер. 2009-2010 жылдары артық ауыз айтылған сөздер болды. Жалпы бір айтыс үшін үлкен үзіліс болып қалды ғой. Үзіліс болды, бірақ ол кезде айтыстар жүріп жатты жекелеген демеушілердің арқасында, бірақ олардың ешқайсысы эфирге шыққан жоқ. Ол кезде болған жоқ. Сосын 2011 жылы алғаш рет осы мәдениет министрлігінің ұйымдастыруымен қайтадан үлкен 42 ақын қатысқан халықаралық айтыс болды. 2011 жылы ұмытпасам тәуелсіз елдің таңы жарық деген халықаралық айтыс болды. Сол айтыстан кейін барып қайтадан жанданып, осы соңғы жылдары енді бұрынғы деп айтамыз ғой, бұрынғы Нұр Отан партиясы, Бауыржан Байбек мырза өздері тікелей атсалысып осы айтыстың көп өтетін айтыстардың барлығын 2013 жылдан бастап негізінде өздері бақылауға алғанда мына қаржылық жаңағы қамтамасыз ету жағын, ақындардың келу кетуі бар, жүлде қоры бар, осылардың барлығын Нұр Отан партиясы және мәдениет және ақпарат қазір мәдениет және спорт министрлігі солармен бірігіп осындай бір жасады да. Бірақ ол жерде бір айтысты қолдау, сосын айтысты негізінен осы партияның бір құралы сияқты етіп қабылдағысы келді. Алайда енді ақындардың барлығы оған бірыңғай партия қайда болса біз сондамыз деген әңгіме айтпайды ғой енді. Дегенмен ол 100% емес, 100% қолдау, 100% идеологиялық құрал ретінде қолдану деп қабылдауға болмайды. Өнер ғой бұны. Бірақ біздің қуанатымыз сол кезде айтыс өнері кішкене насихатсыз қалған кезде бұл үлкен қолдау болды айтыскерлерге, ақындарға, Жүрсін Ерман ағамызға, жалпы айтыс өнеріне деген қолдау болды. Бұны енді бар деп айту керек. Дегенмен кейінгі кезде сосын жаңағыда Сераст ағамыз айтқандай біреу қаржысын бергеннен кейін, біреу кішкене неткеннен кейін қызмет қыл да міндет қыл дейді ғой енді. Ақындарға өтініш айтады, мысалы мынаны айтса болады, мынаны айтпай-ақ қойыңдаршы деген сияқты. Осындай нәрселер болған кезде ол түпкілікті идеологиялық құрал бола алмайды. Яғни оның аяқ жағы саудаға айналып кеткеннен кейін ол бәрібір екі жақтың да миссиясы орындалмай қалады да.
Сондықтан дәл қазіргі кезде айтыстар өтіп жатыр. Бүкіл облыстарда әкімшіліктердің, мәдениет басқармаларының ұйымдастыруымен, облыстық халық шығармашылығы орталықтарының ұйымдастыруымен айтыстар өтіп жатыр. Дегенмен ақындар аянып қалып жатқан жоқ. Барған жерде барды бар, жоқты жоқ, кемшілігі болса бетіне айтып, артықшылығы болса рухын асқақтатып кетіп жатқан жағдай бар. Дегенмен мен ойлаймын, идеология жоқ деп айтып жатамыз ғой. Расымен де осыны бір кәдімгідей түбегейлі мынау идеологиялық біздің жұмысымызды атқаратын бөлім деп мемлекеттен бір бөлім ашып, соған барлығын топтастыратын болса, сосын сол жерде ақиқаты ғана мынау дұрыс емес, айтам десеңдер айтыңдар дейтін нәрсе болса, сосын біздің ұлттық өнердің бәрін сол жерге топтастырып, тіпті керек болатын болса осы әлеуметтік желідегі жазбаларға дейін ақпараттық ағын дейміз ғой, солардың бәріне тосқауыл болатындай бір орыс тілді бір ақпарат шықса, оған қазақ тілді ақпарат ретінде одан да үлкен соққы беретіндей қылып бір орталық болса деп өзім ішімнен қалаймын негізі. Яғни идеологиялық құрал бола алады дейсіз ғой? Әлбетте бола алады. Ол жаңағы мемлекет оны ашық айта алмайды ғой, себебі қазір біздің бағытымыз басқа. Идеология деген нәрсе баяғы кеңес үкіметінің кезіндегі дүние ғой. Енді бұл жаңа бағыттағы Европа елдері идеология деген нәрсе қолдамайды. Отырып бір идеология жүргізу деген нәрсе болмайды. Адамдар еркін өмір сүру керек деген сияқты. Бірақ енді біз бәрібір ұлт ретінде сақталып қалу үшін бізге ол қажет. Оны идеология деп айтпай ақ қояйық, бірақ мәдениет министрлігінің ішінен ба, халық шығармашылығы бір үлкен бөлімі құрылып, орталық сол қадағалап, ақындарымызды, яғни біздің ұлт ретінде жойылып кетпеуіміз, болашақ ұрпақ тәрбиелеу бұл жердегі мәселе. Содан кейін біздің дәстүрлеріміз, мысалы мына жаһандану деген нәрсе дәстүр жұтып жатыр. Дәстүрді жаңағы оның үстіне жаһандану келді, оның үстіне тағы да бір діни ағымдар келді, барлығы жан-жақтан жабылып біздің дәстүрлеріміз күзетуге тырысып жатыр ғой енді. Соны сақтап қалатын бірден бір өнер айтыстың ішінде барлығы бар. Мысалы жаңа жырымызда бір бағыт болса, термемізде, дәстүріміз бір бағыт болатын болса, айтыстың ішінде бәрі тұр. Оның ішінде күй де тұр, домбырамен, оның ішінде ән де тұр, ақындарымыз күмбірлетіп күйді шертіп бастайды. Жаңа дауысы керемет ақындарды халық қабылдайды. Даусында жыр болса, айтысты келіп қабылдамайды. Оның ішінде өлең де тұр. Оның ішінде жаңағы қандай біздің дәстүріміз бар, киіміңізден бастап, қолыңыздағы домбыраңыздан бастап, мынау басынан бақай шығына дейін қаруланған дейін ұлттық рухпен, ұлттық дәстүрмен қаруланған адамдар ғой айтыскерлерге. Соларды дұрыс пайдаланып, керек болса мемлекет тарапынан оларға қаржы бөліп, мысалы бір заманда қалай еді, Аманжол ағаларымыз керемет болып жасанып шығатын ғой сахнаға, ана бүкілдерін тағып қандай әдемі. Қазір мысалы ақындарымыздың көбіне сондай жасау керек. Әр облыс мысалы өзі қадағалап, содан киім тігіп беріп, өзінің дәстүріне сай, мысалы шығыстан келе жатыр ма, шығыстың дәстүрімен киім, батыстан келе ме, батыстың кешегі анау атақты Абыл Қашағандардың солардың дәстүрінде киім кигізіп, арқадан ба Біржан Салдың киім деген сияқты сондай дәстүрмен шығаратын болса, бұрынғы дәстүрлеріміз қайтып жаңғыратын еді. Айтыстың өз мектептері бар. Айтысты мен кейін зерттеген кезде 5-6 мектепке көргенмін. Сол мектеп бойынша соны қайтадан қалпына келтіруіміз керек. Еркебұланның жазып жүргені сол, жаңа айтып жатыр ғой, мақам деген мәселе. Ол әр елдің өзінің паспорты болатын. Айтыстағы жаңа сөздің өзі паспорт болады. Мысалы үшін қазір анау біздің ақындарымыздың бәрі анау Жетісудың бағытына түсіп алды. Сүйінбайлар ғой кезінде төкпелетіп жаңағы бірінің артынан бірін төкпелетіп жаңағы бір шумағын 12, 16, 18 жолға дейін апаратын. Арқаның ақындары мысалы Біржан Салдат Қарабосын ондай емес. 4 жылмен кәдімгі баяғы қара өлең дәстүрімен айтысқан. Батыстың өзінің жаңа жыр дәстүрі бар. Осының барлығы араласып кетті. Телевидениенің жаңағы әсері болды. Соны келешектегі де жаңа мемлекет пайдаланамын десе, оны идеологиялық жаңа бір басқа нәрсеге өзінің жаңа саясатын дәріптеу емес. Бұл жерде ұлттық дәстүрді, ұлттық мәдениетті сақтап қалуға пайдалану керек. Сол кезде жаңа осы аймақпен жаңағы ақындарымыз сөйтіп шығаратын болса, әркім өзінің аймағының, әр жердің өз мектептері күшейтсе. Анау мысалы өткенде Наурыз сыйлығы деген болып жатыр екен. Мен Қазыға бардым. Сол кезде айттым мен. Иә, мынау ішінде не бар екен? Мына еркебұландар қатысып жатыр ғой деймін. Ұлттық Наурыз сыйлығы ішінде жаңағы музыка мектептерін жарыстырып жатыр. Мен айттым, сендер неге айтыс мектептерін жарыстырмайсыңдар? Неге айтыс мектептерінің деңгейін көтеруге? Бәр жерде бар. Мысалы енді қазір еркебұландардың оқытып жүргендері ол мамандық қой. Мен мысалы клубым бар, Топжарған деген, ол айтыс мектебі емес пе? Немесе айталық анау Алматыда Серікқалиевтің мектебі бар. Мынау Қызылжарда Жарқын Жұпарханның мектебі бар. Семейде Дәмеш Әмірбаеваның мектебі бар. Анау Қаратау мектебі Шымкентте. Анау жерде Маржан апайымыздың мектебі бар. Маңғыстауда Жыржебе бар. Анау Оралда да бар, Ақтөбеде де бар, Қызылордада да бар. Қадыр Мырзали орталығында бар балалар. Бар жерде бар. Анау тіпті Шиелінің өзінде анау кімнің кеше жігіттер мектеп оқушыны апарып жүр ғой, Ержан мен кім екеуі. Ержан Бекжан Әміровтер. Сол ол жерде мектеп бар екен. Оны шынын айту керек, ақындар өздерінің талпынысымен, өздерінің жанкештілігімен жасап жатқан нәрселер ғой. Бір жерге барып, әкімшілікке барып, мәдениет басқармасына барып, бізге мынандай керек, немесе бір мектептің қасынан үйірме ашып деген сияқты. Бұл айтыскер ақындардың өздерінің алға қойған мақсаттарымен, жанкештілігімен атқарылып жатқан нәрселер. Енді бұған дейін де мемлекеттік бағдарламалар көп болды ғой негізі. Бірақ олардың барлығы
көбінесе сөз жүзінде, сосын ұран күйінде қалып ұран күйінде қалды, сосын жалған есеппен кетіп қалды. Оны ашығын айту керек. Мысалы рухани жаңғыру бағдарламасы, міне негізі идеология деген сол еді ғой негізінде. Рухани жаңғыру, біздің жаңағы ұлттық код дедік, осының барлығы ұран күйінше қалып қойды да, шын мәнісінде егер осыны шын мәнісінде атқарған кезде, жаны ашитын жігіттер болған кезде маңайында, бәлкім біз бұл кезде басқаша ауыз толтырып айтып отырар ма едік. Мәдени бағдарламалар болды, мәдени мұра бағдарламалары. Енді олардың да бір белгілі бір атқарған жұмыстар бар ғой, бірақ енді осы айтыстың төңірегінде жаңағы ұлттық рухани жаңғырту деп жатырмыз ғой, соған келген кезде біздің бір көңіліміз солатындай істер атқарылған жоқ. Оны ашық айту керек, шын айту керек. Ұран күйінше қалды, жаңа сіз айтпақшы. Енді біз айта берсек тағы да ұран бола береді бұл нәрсе. Сондықтан іске кірісіп, жаңа мектептер айтайын деген, келтірейін деген, жаңа Серез аға айтқан мектептер бар. Бізде қазір студенттер арасында жастар өте көп айтысқа қатысып жүрген. Сіздерге мысал келтірейін. Енді мен жоғары оқу орнында қызмет еткеннен кейін, мен сол саланы барып қазылық етіп жүргеннен кейін сіздерге айтайын, Алматыдағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетте жыл сайын дәстүрлі түрде менің пірім Сүйінбай деген айтыс өтеді. Осы ақпан айында жыл сайын, биыл 6-шы рет өтті. Одан бөлек мына Қарағандыда политехникалық университет бар. Былтыр алдыңғы жылдар бір ұйымдастырды, сосын пандемиядан кейін тоқтап қалды, бірақ олар да дәстүрлі түрде өткіземіз деп өздеріне мақсат қойып жатыр. Сосын біздің Қазақ ұлттық өнер университеті Ұлы даланың ұланымы деген жыл сайын сәуір айында өтетін. Біз әдейі сол айларды бөліп қойғанбыз да. Сосын міне Сердат аға басқарып жүрген Топжарған клубы Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде мамыр айында жастар айтысы өтеді. Бұл тұрақты түрде. Және оның өзінің демеушілері бар, университеттің бөлетін қаржысы бар. Одан бөлек Ақтөбеде өтеді, Қызылордада өтеді, Қорқыт ата атындағы университетте. Міне ертең 16-сы күні Атырауда болайын деп жатыр, тағы да сол университеттің ұйымдастыруымен. Бұлардың барлығы бір ұшқын шыққаннан кейін, одан және жарқырап жастар көрінгеннен кейін, бәрібір де қанына сіңіп қалған біздің Абай айтпақшы бәсеке бар да, ана университеттің баласы айтысқа барған екен, біздің университеттің баласы неге шықпайды деген сияқты. Осылай қазір әр жерден жаңа қардан шыққан бәйшешек құсап жастар шығып келе жатыр. Енді шынын айту керек, осы жастардың айтыстарын қолдап, осыны бір жүйеге түсірсе, бәлкім заманауи айтыстар осыдан шығатын шығар. Жаңа бір деңгейге шығармайды дейсіз ғой. Жаңа бір деңгейге. Мектеп оқушыларының айтысы өтіп жатыр екен Алматыда. Енді осыны білім министрлігі мысалы қолға алу керек қой. Осы жерде өзі ол енді санын айтып отырсыздар. Мен сапа жағында білгім келеді де, өйткені бізде жаңағы сапа дейтінім осының бәрі эфирге шығып жатқан жоқ қой. Жаңағы сіздердің айтып отырған студенттер айтысының біразын көргенмін мен. Оның ішінде мысалға 10 жұп айтысатын болса, әлі балаларлық үшіп болуы мүмкін. Осы жағын да ойластыру керек. Одан бөлек Серез аға мына қарашы, жаңағы бір сөз барысында болды ғой, мына айтысқа реформа керек емес па дегенші. Мен ақпарат саласында қызмет атқарып жүргеннен кейін 2 облыста жұмыс істеп келдім. Мәселенің бәрі негізі сол алыс ауылдарда, аудандарда. Ол жаңағы жолдың мәселесі, ол судың мәселесі, үйдің мәселесі болсын бар. Ал негізгі үлкен айтыстар ол Астанада өтеді, ол Алматыда өтеді, тіпті ары кеткенде облыс орталықтарында өтеді. Мысалға сіздер айтыскерсіздер, жиналып барасыздар, 3 күн дүрілдетіп барып айтысты өткізіп, сол сахнаның үстіндегі әдемі сәнге жауап беріп қайтасыздар. Бірақ шындығына келгенде сіздер ана ар жағындағы ауылда болып жатқан, ауданда болып жатқан мәселені көзбен көрмейсіздер ғой. Сізде жаңағы күтіп алады облыстағы атқамінерлер, солар күтіп алады, жақсы дастархандарыңызды жаяды, сонымен қайтасыздар. Мен айтайын деп отырған, мен сіздер осы өнердің ішінде жүрген, тіпті кейбір жерде ұйымдастыруына атсалысып жүрген адамсыздар. Мысалға бізге бұлай жасамасқа болмай ма? Міне Шығыс Қазақстанда дейік, айтыс өтсін, сіздер бір апта бұрын Ереке сізді ана Тарбағатай ауданына жіберсе, Қанеге жіберсе, бір апта, мысалға, жоқ, соның бәрі нетсе, сіз ана жерде халықпен кездессеңіз, мәселесін айтсаңыз, Серзат ағаны Көкпектіге жіберсе, мысалға, Рүстемді Зайсанға жіберсе, мысалы, қатысатын 16 ақын ба, сөйтіп бөліп жіберсе,
Мұхтарды аягөзге жіберсін. Келесіздер сахнада келгеннен кейін сіздер отырып мына көзбен көрген мәселелерді айтсаңыздар. Осы жерде бұл әкімдіктің таза қолында тұрған нәрседе мына аудандардың жоқ дегенде зам әкімдері қатысып отырса мына жерге, финалға дейін облыстың зам әкімі қатысса, айтылған мәселенің бәрі протокол түрінде түссе қағазға. Мысалы, ары қарай финалға облыс әкімі келсін дейік. Мына ертең протокол жазылып, осы іс жүзінде шешілуге атсалысса. Мысалы, негізі мына осыны жүйелесе, ойлаймын, біздің айтыстан кәдімгідей әйтеуір сіздер айтып жатқан мәселе жерде қалып жатқан жоқ, ол рас. Иә. Сіздердің жақсы айтқан нәрселеріңіз миллиондап просмотр жинап жүр ғой. Оны көзбен көріп жүрмін. Ереке, өзіңіздің мысалға қаншама алтын домбырада айтысып жүргеніңіз. Серзат аға, сіздің мысалға әрбір айтысыңызды қарап отырамын да, кейде мына оқыған адам ғалымның айтысы ғой деп нетемін де Серзат ағамыздың. Ол расымен де. Мынау енді жалпы менің бір ұсынысым ғой өздеріңізге, інілік, осыны көріңіздерші жалпы болашақ. Осы нәрсені бұрын кеңес үкіметінің кезінде мына облыс болып айтысты ғой. 84-85 жылдары облыс аралық командалық айтыстар болған. Осы жерсін алғаш проект ретінде алып кеп қазақ телевизиясына шығарған кезде. Сол кезде қазір ақындар айтып отырады да, сол кезде бір ай бұрын жіберетін дейді. Екі облыс айтысатын болса, мысалы Қызылорда мен Шымкент айтысатын болса, Қызылорданың ақындарын Шымкентке, Шымкенттің ақындарын Қызылордаға бір ай бұрын жіберіп, көзбен көріп келеді. Иә, бір ай бұрын жіберіп, сосын ол кезде кәдімгі ұят болатын да, ақындар айтып қоймасын мынаны айтыста, айтып жүрмеңдер айтыста деген сияқты. Әлі күнге дейін сондай бір комплекстер болады кісілерде. Сол сияқты олар барып бәрін зерттеп, түгендеп, сосын екеуі Алматыда кездесіп айтысатын еді бұрын. Оны біз өзіміз де көрдік та. Жаңағы Надежда Лушникова апамыздың айтатындары бар ғой, жаңағы осындай өтірік есеп бересіңдер деп бір-бірімен айтысқан кезде көп енді ол нәрселер. Жаңағы ондай нәрселер болды. Егер дәл қазір шын айту керек, мына айтысқа сіз бір апта бұрын деп отырсыз ғой, қазір ақындардың қолғабыс жоқ, және жаңағы ұйымдастырушы әкімшіліктің қызметкерлерінің де бір ерігіп жүрген ешкім жоқ. Мысалы біз бір апта бұрын жіберетін болса, оған мына жақтан жұмыстан рұқсат беретін болса, ана жақ келе қойыңдар деп құшақ жайып күтіп алатын болса, біз екі қолымызды көтеріп қуана баратын едік. Біз сол ауылды жарайды, бір ауыл дейікші енді, ауылдың төңірегін зерттеп, сонда бүкіл тарихын ана үлкен кісілермен кездесіп, фольклорын жинап, кемшілігін айтып, артықшылығын айтып, арасындағы іскер азаматтар болса, олардың жаңа мерейін асқақтатып кетуге әбден болушы еді. Бірақ сіздер білесіздер, қазіргі заманда біз осы бір апта жатпай-ақ, осы бір күн, екі күн барғанның өзінде қонақ үйдің мәселесі деген сияқты, күтіп алу, шығарып салу деген сияқты, одан бөлек біздің жұмыстағы бір апта жұмыстан жоқ болып кету деген қазір өте қауіпті нәрсе. Оны ешкім жібере қоймайды бізді. Ал егер дәл осылай мемлекет тарапынан қолдау болып, Мәдениет министрлігінен осындай тапсырма келіп, екі жаққа да әкімшіліктерден тапсырма келіп, егер осындай болатын болса, ол бізге жұмысымызды 10 есе жеңілдететін еді негізі. Бұл жерде жұмысты жеңілдетеді, сапа көтерілетін еді. Иә. Мысалы, елдің қазір көп жерде сынап жүреді, айтыс шоу болып барады депші. Содан сол сынға жауап беретін едіңіздер. Содан кейін мынандай мәселе бар. Ол кезде, мысалы, енді соңғы жағын көрдім соны. Жаңағы мерекелердің айтып отырғанын. Ол кезде жаңағы мына халық шығармашылық орталығы деген бар ғой, қазір құрылды, олар не істейтінін білмеймін. Сол кезде міндетті түрде ол Алматыда да болған. Айтысқа шығасың, ол жүлдесінен бөлек саған айлық төлейді. Ол жаңағы ол жерде жаңағы партияның тізімімен, тапсырмасымен ол кезде сөйтіп жаңағы босатады. Жұмыстан кім жұмыс істеп жүр ме? Ол арнайы жаңағы сон ана жақтан ақша береді де, қазіргі ақысыз дейді, бесадержан неме сөйтіп жасап, соны жібереді. Сон барасың, аралайтын жеріңді аралап келіп, соны келіп айтса бересің. Енді қазір ондай нәрсе жасалмайды, ол себебі оның тетігі жоқ. Ол үшін жаңағыдай ғой, мәдениет министрлігі ма, жоқ әлде үкімет па, бұған үлкен бір шешім қабылдап, оны жоспар жасау керек. Бізде жаңағы жоспарлар жасалады, көбі жаңағы басқаша бағытта ғой. Рухани жаңғыруда жаңа неге жүзеге аспайды деген кезде, оның ар жағында жаңағыдай сәл бірдеңе басталса, соң шетінде бір жемқорлық қылтиып тұрады. Оның ар жағында бірнеше адамдар жаңағы үй алып, машина алып байып жатады. Әрине одан кейін оның ар жағында баянсыз болады. Оның ар жағында былай айтқан кезде, мұсылманша айтқан кезде ар жағында арам дүние өтеді. Сондықтан жаңағы бізде оларға баяғы замандағы сағанмен кеңес үкіметінің кезінде тәртіп қайтып келмейді. Өте қиын. Бірақ дегенмен ақындарды негізі мемлекет сендердің жаңағы осы айтқандарыңды тыңдап пайдаланып жатса,
өзінде пайдалы болатын еді деп ойлаймын. Егер шынымен мемлекетшіл азаматтар болса, мемлекеттің басында ойлап отырса, ұрпақты. Енді ол жақта да көріп отырмыз ғой енді. Сол ұрпақтың қамын жеп жүрген кісілеріміздің бәрі қазір қылмыскер болып шығып жатыр ғой. Сондықтан жаңағы олардың шынымен мемлекетшіл азаматтар болса, келешекте мына қазақ мемлекеті мәңгілік болсын деп кеше ғана күлтөгіндер сияқты, білге қағандар сияқты жылап жүрген, еңіреп жүрген елдер болса, онда оны жасауға болады ғой. Не қиындығы бар оның? Ол жаңа бұл үлкен күш қой айтыс деген. Бұл деген халықтың қарсысында отырып 3000 адамды, жаңа 5000 адамды алдыңа жинап қойып отырып, ұлттық мәселеңді қозғап, жастардың тәрбиесін айтып, үлкендеріңе ақылыңды айтып, жолыңды көрсетіп, керемет қылып жүреді біздің ақындарымыз жаңағы. Бір айтыстың үстінде халық 10 шақты рет төңкеріліп түседі ғой. Біресе былай жаңағы. Өзі айтысып отырғандай орнынан. Өзі айтысып отырғанда орнынан тұрып жаңағы сондық болады кәдімгі. Ол не деген сөз? Яғни әсер етіп жатыр деген сөз ғой. Адам сезіміне, эмоциясына, адам бүкіл болмысына әсер етіп жатыр ана ақындардың айтқаны. Соны көретін біздің, көрдіңіз бе, біздің мәселеміз қайда? Мәселеміздің барлығы жаңағы тілде тұр ғой. Біздің жаңағы енді мен билік жаққа барамын ғой, жоқ жоқ деп айтпаймын, бар. Қадау жігіттер, бірақ көбі жаңағы айтысты өзінің ата бабасын ұмытып қалған жігіттер жүр жақта. Олар айтысты неғысын ол? Айтысты ол ұрпақтың болашағын неғысын? Ол жерге барғанда, билікке барғанда мәз болып бастанып жүрсем, мен билікке отырсам болды, тақта отырсам болды, өзім қалтамда отырса болды, бала-шағам жақсы жерге барып Гарвардта оқыса, басқа жақта оқыса болды деп ойлайды. Ана келешекте бүкіл ұрпақ деген әңгімені ойламайды ғой. Кеше Ахметтердің, Әлихандардың ойлайтын ойындағы жігіттер аз ғой жүрді. Аз болса да олардың қолында көп билік жоқ. Жоқ деп айтпай ақ қояйық, бар шығар. Бірақ негізі 90% жаңағыдай ойда жүр ғой. Ол ойлайтындар егерде Ахаң шөлесе, кеше Әлиханша, кеше ғана Мағжандар шөлейтін болса, олар осыны жасап қоятын еді. Олар бәрін әдебиетті де пайдаланатын еді, айтысты да пайдаланатын еді, халықты ше. Осып жаңағы ұрпаққа қызмет істеуге. Мысалы, ағаларымыз жасап жатыр. Балалар әдебиеті деген жоқ, оның кітаптарын шығарып жатыр. Оны кім керек қылып жатыр? Оны қай кітапхана, қай мектепке таратылып жатыр? Оны жүйелі түрде мектептің бағдарламасын енгізіп оқытып жатқан кісі бар ма? Немесе айтысты. Кім Тоқаевтың айтқанына неше жыл болды? Мектепке домбыра енгіземіз деп. Қай жерде домбыра? Мен ешқай мектептің домбыра көрген жоқпын. Домбырасын сабаққа енгіземіз деп айтқанына қаншама өтірік апарып есеп беріп қояды. Домбыраны кіргізеді де бір факультатив сабақ қояды, ол өтем ешкім шаруасы жоқ ода. Тексеріп жатқан кісі жоқ. Әйтеуір тұр, болды, есепте бар. Бірақ оны кіріп мектепте тексеріп жатқан, кім үйренді осы мектепте, кім домбыра тартып жатыр? Айналайындар деген адам жоқ. Сондықтан жаңағы шын айтқан кезде айтыста ары кетсе бір күндік флешмобпен шектеліп жатыр. Сонымен шектеліп жатыр. Бәрі жаңа халтура. Бұны айтқан кезде мен айтамын, біздің жаңа айтысты дамытып жатқан жігіттердің бәрі патриоттар өздері. Өзі мысалы мен өздігімнен бір клуб құрып тыраштарым жүр. Ана жақта жаңағы Алматыдан жаңағы Серікқали немесе Шұғайып Сезімхан өздігінен жасап жүр. Мынау Көкшетаудан Мұхаммед Қоңқайып деген ініміз бар еді, ақырында ол мектебін жапты ғой деймін. Себебі шаршады ол. Биліктен қолдау жоқ, айлық жоқ, айтады мен қайтып мен мынаны жасаймын қартай деп. Жұмыс істесең анаған айтысты жүргізу қолың тимейді. Біз енді мүмкіндігінше мен жаңа клуб құрдым. Балалармен жаңа анда-санда бір жолығамыз. Енді бұрынғыдай емес. Мысалы үшін егер де сол бір заманда біздің Әбдірайым Бақытжан деген лекторымыз болған, оған арнайы айлық төлеген бізге. Сонда егер де жаңа жасап беретін болса, енді қазір оған мүмкіндік жоқ. Мен университет қазір коммерциялық болып кетті жартылай. Мүмкіндік болса, егер де біз сол мектеп ашып берсе, біз барып неге жаңағы мұғалімдігімізді жарты ставка қылып, ана жарты ставка жасап сабақ беретін ек қой балаларға. Үйрететін ек білгенімізді. Осындай нәрсе. Көп нәрсені біз өзіміздің күшімізбен, өзіміздің ақыл ойымызбен жасап жатырмыз. Жаңа айтысын бастырып, балаларды жинап, оның барлығы келешек ұрпақтың тәрбиесі үшін. Сол жігіттерге, мысалы келешекте сол жігіттерге мысалы мемлекет мән беру керек. Жаңағы жасап жүрген ана жақта мына жақта әркім өз облысында жоқ, аудандарда жүр мысалы. Біреулер жаңағы ауылдарда бір сол мектептер ашып балалар тәрбиелеп жүр. Мына Қарағанды Дидар Хамит деген жігіт бар. Анау бір Бұқар Жырау ауданы бір ауылдардан ашып алыпты мектепті. Барып соған енді уақыт тауып барып жүр ғой. Енді сол жерден бір балалар шығып жатыр екен өткенде. Бір айтыстарға келіп осы жігіттердің Қарағандыдағы Айтбайдың мектебі. Енді ол жерде жүр ғой енді жігіттер. Енді кейбіреулер мен білмейтін шығармын. Бірақ солардың барлығының бір жүйелі болу керек Қарағандыда. Қазақстанда Қазақстан жүйелі болу керек. Осы мектептердің бәрін қадағалау керек. Жаңағы наурыз сыйлығына мен айттым, сіздер осыны жинап қойсаңыздар, ел білетін еді ғой қай жерде мектеп бар екенін. Кім не істеп жүрген? Тіпті сыйлықта жаңағы дауыс бергізуге Фейсбукқа неге шығарасыздар ғой? Ұлттық арнаның сайтына шығарасыз. Сол кезде жұрт білетін еді. Қай жерде айтыс мектебі бар? Себебі біздің ең ұлттық құндылығымыз ішіндегі ең жаңағы бәрін жинаған синкретті, бәрі бойына қалыптастырған айтыс. Қазақтың қазір мына замандағы бүкіл айталық жастардың жаңағы тик-ток дейсің ба, эстрада дейсің ба, рок дейсің ба, поп дейсің ба, неше түрлі сұмдық музыкалар бар ғой қазір. Біз білмейтін соңғы уақыттағы. Соның бәрімен бәсекелесіп айтыс қана. Басқа өнер олай емес. Біздің дәстүрлі әніміздің өзі қазір деңгейі түсіп қалды. Дәстүрлі ән концертін қоятын болса, дәстүрлі әншілерге қазір халық көп бармай жатыр. Үлкен мәселе. Біздің жыршы термешілеріміздің концертіне халық бармайды, бірақ айтысқа таласып барады. Билет жоқ. Ол не деген сөз? Оның айтысты бір жағынан театрлық сипаты бар ғой. Айтыстың ішінде жаңағы бір жағынан жаңағы юморлық та бар, оның ішінде сатира да бар, жұрт қызық көру үшін барады. Бәрі аралас та. Енді осыны пайдалану керек қой. Пайдаланып тек қана жаңағы бір бағытта емес жаңағыдай. Оның ішінде жаңағы нелерде болсын. Мысалы біздің жансаялар кімдер мақсаттар айтып жүрді әзілдеп.
кейбір адамдар бар соны іздеп баратын. Бірақ сол мақсатпен жан саяны іздеп барған ақын еркебұланның айтып отырған елдік проблемасын тыңдап кетеді сол жерде. Көрдіңіз бе? Адам ой түйіп кетеді. Ой түйіп кетеді. Оны айтса бәрі бір уақытта тұрып күңірене беретін болса, оны айтыстан да қата кетіп қалады. Отырып ойбай Қазақстан құрып баратыр деп. Ішінде әзіл де болу керек. Ол айтыс сөз сондай өнер ғой. Олар кім шашубайлар деген мысалы үшін елдік мәселені айтып отырып жұртты күлдіріп отыратын болған басындағы тақиясын секіртіп. Жаңағы кемпірбайларын мысалы сахнада би көрсететін болған. Енді ол құйрығы өзіңіз айтып отырған театрлық сипаты дейсіз ғой. Ол кезде де болған дейсіз ғой. Иә, мысалы кімнің өлеңі бар ғой әлгі ұстаз Сүйінбайдың Қабан жырау Жамбылдың өлеңі бар ғой. Сонда жаңағы Сүйінбай сөз бастарда әдеті мұртыңға құлақ бұрау дейді. Ол анау жұртты күлдіру ғой енді. Мына мұртыңға неше түрлі жаңа әдістер жасау. Сүйінбайлардың мысалы кеше кемпірбайлар, шашубайлардың мысалы шашубайды көрген кісілер бар. Естеліктерін оқысаңыздар жаңа күлкіден қарқ боласың дейді отырған кезде. Отырған отырыстың өзі ана тақиясын бүйтіп терісі қозғалады, басы тақырбас. Қозғап қалса біресе мына жаққа секіреді, біресе жаңа құлағына түседі. Ел ана тақиясына Құран топан күліп отырады. Ана өлең айтқан кезде сол. Енді осындай айтыстың осындай сипаттары бар. Біздің ақындарымызда бар ғой қазір сондай комик ақындар бар ғой сахнада. Елді шекшілесін қатыратын. Айтақындар, Балғынбектер мысалы сахнада ойнап отырып елдің күлкіге қарқып кетеді. Сөйтіп отырып мәселесін айтып кетеді. Қазір Шалқарбайдың жыр бастаған Шалқарбайдың. Енді ол не деген сөз? Айтыс ол бір бағытта өнер емес. Айтыстың ішінде сан салалы бүкіл әдебиеттегі қандай жанр бар біздің өлеңіміздегі соның бәрін қамтыған. Ол жерде жаңағы біздің жаңағы юморымыз да бар, оның ішінде сатирамыз да бар, оның ішінде жаңағы біздің лирикамыз да бар. Отырып жаңа ақындардың қыз бен жігіт айтысында жаңа сызылтып айтатын ақындар бар ғой неше түрлі. Оның ішінде анау біздің жыр толғау үлгілері де бар. Анау 5 ғасыр жырлап кететін Асанбай ақындарымыз анау кімдердің төлегендердің өлеңінен қарап отырыңызшы, бір этнография тұр ғой. Төлеген тілегендердің өлеңдерін қарап отырсаңыздар бір жылқы, бір анау бір 18-ші ғасырға түскен сияқты боласың. Ол не деген сөз? Ана жастарға қаншама тәрбие береді ғой. Осыны мемлекет мысалы мектептегі мұғалімнің айтқаны өйтіп балаға сіңе қоймауы мүмкін. Сабақта отырған кезде. Бірақ айтыста ол сіңеді. Себебі ана жерден эмоциямен отырып ананың бәрін қабылдап кетеді. Осыны пайдалану керек деп ойлаймын да мен енді өзімнің ойым ғой. Дұрыс айтасыз. Серікзат аға, Береке. Қаншама айтысқа шығып жүрсіздер. Көптеген елдік мәселені де, жердік мәселені де, жаңа ұлттық құндылықтарды да көтеріп жүрсіздер. Осы мысалға айтысқа шықтыңыз, айтылған мәселеңіздің ары қарай шешімін табу нәтижесін көруге өздеріңіз тырысып көрдіңіздер ма? Сахнада айттыңыздар, әлде сол жерде қалып қойды ма? Одан кейін мысалға сіздер енді сауатты азаматсыздар ғой. Оны шешілу жолында соған жауапты министрлікпен хабарласып, осымен көтеріп едім осы мәселені. Ары қарай шешуге мүмкіндігі бар ма деп күш салып көрдіңіздер ма? Оны айтып отырғаным, Береке бір айтысыңызда 77 бабамыз көрмей кеткен 88 қабатты Абу Даби мұнарасы қалай? Бастары көк аспанға көк аспанды қалай еді? Көк аспанға бастарын тіреп тұрып қазақтарға жетпейтін неғылған не ғой? Иә, соныңыз енді осыны айтқаныңызға да бір 3-4 жыл болды. 3-4 жыл болған жоқ, бұны айтқаныма қазір 8 жыл болды. 8 жыл. 2014 жылы айтылған болды алтын домбыра айтысында. Сол Абу Даби аяқталмады ғой әлі? Иә. Мысалға Абу Даби мысал үшін ғой енді. Мысал үшін ғой, жалпы менің айтып отырғаным сіздер көтерген мәселенің шешуіне өздеріңіз сахнадан бөлек күш саласыздар ма? Сахнадан бөлек күш салғанда жоқ, әлде елді жай арқасын қоздыру үшін айтып қоя саласыздар ма? Мынандай нәрсе тура сол кезде президент тапсырмасымен осы жастарға, сосын жаңағыдай әлеуметтік жағдай төмен отбасыларға бір белгілі мөлшерде аз пайызбен үй беріледі деген бағдарлама шығып жатты сол кезде. Біз енді соның бір жағынан қуанып, бір жағынан бұл шешілетін нәрсе ме, шешілмейтін нәрсе ме деген күмән болды да ішімізде. Сосын айту керек болды. Ары бері өтеміз, біз үйіміз сол жақта өзі. Абу Дабидің ар жағында, Сауран көшесінде ғой. Ары бері өтем, күнде өтем, бітпейді ана үй, күнде салынып жатады. Сосын адамда ой болады ғой. Не деген ғимарат салынып жатыр? Неге біздің қазақтарда үй жоқ? Осының бәрін кім алып жатыр деген ой болады ғой адамда. Былай қараған кезде біздікі енді жалпақ тілмен айтқан кезде осыдан бересіз да бүкіл Қазақстан болмаса да бүкіл Астананың үйінде, елінде жаңа үй деген мәселе болмайды дейді ғой деген сияқты ой келеді ғой. Соның екпінімен айтылған нәрсе бір жағынан іште бір қыжылда бар. Жарайды, бағдарламалар жасалып жатыр, бірақ оны кім алып жатыр? Өйткені өзіміз ұялатын кезде де ол мәселені көрдік та.
жаңағы кезектен қалай жылжып кететінімізді, кімдер кіріп кететінін, өз бөлінген азын-аулақ үйді кімдер қалай қандай жолмен алып жатқанын құлағын шалып қалған кезде әбден қарның ашады ғой енді. Енді біз айттық, оның орындалуы, бірақ мен өзімнің айтқан мәселелерім бір орындалмай қалғанын көрген жоқпын. Өзім тікелей атсалыспасам да, түбінде сол мәселелер орындалып, түбінде бір жаңаша бір жақсы жағына қарай өзгеріп жатқанына куә боламын да. Мен шынымды айтайын, ол артынан іздеп барып, осы неге бермейсің деп, ол бізді кіргізбейді, шынын айту керек қой. Біз кіре алмаймыз да, бірақ өздерің сияқты ақпарат саласында жүрген, журналистикада жүрген жігіттерге, кішкене қызметте жүрген жігіттерге көрген сайын айтамыз, мынау неге олай болады, осыны қарап берсеңіздерші. Біз ана тіпті мынау орган деп айтамыз ғой, сол жақта жүрген жігіттерге де шығамыз кейде бір мәселелермен. Сендер қараңдаршы, сендер елім деген азамат болсаңдар, осы неге осылай болып жатыр, былай шешілу керек қой деп. Тікелей ресми түрде хат жазып, оны министрлікке жазып, олай айналысқан жоқпыз. Бірақ өздерің сияқты маңайымызда жүрген жігіттерге, солар арқылы жетуіне септігін тигізетін жігіттерге, күші келеді деген жігіттерге талай айтып бұл мәселелер. Мен бұны не үшін, Серста, мен не үшін қозғап отырмын? Мысалға сіздерде ресми мемлекеттік тіркеуі бар, жыршы термешілер одағы бар. Мысалға, соның атынан әбден құқықтарыңыз бар ғой. Ресми сауал жолдауға, парламентке ресми хат ұйымдастыруға. Осындай мәселені көтерілді деп, мысалы. Енді жай ой ретінде айтып отырғаным ғой. Әйтпесе мен байқаймын, сол жыршы термешілер одағы деген жай қарапайым продакшндардан айырмашылығы жоқ. Айтыс болатын кезде счетын ақша түседі, сол айтысты ұйымдастырады, болды. Қайтадан келесі айтысқа дейін тыныш жүрген. Мысалы енді жүйелі түрде ол бір институт секілді жұмыс істесе деймін де, жаңағы өздеріңіз айтып отырған көптеген проблемаларды, мәселелерді сол арқылы шешуге болады. Мөрлеріңіз бар. Енді Аллаға шүкір, алдыларыңыз парламентке барып жатырсыздар міне. Оның бәрі халықтың сүйіспеншілігімен барып жатыр, Аманжол ағамыздың мысалға. Ертең сол кісінің де қолымен үлкен нәрселер жасауға болады да. Енді бұны ұсыныс ретінде айтып. Өз тарапынан айтайын енді. Жаңағы енді қоғамдық жұмысқа көп араласамыз. Құдайға шүкір, айтыста айтылған әңгімемізді біз жаңағы қоғамдық үлкен жиындарда мен шамам келгенше айтып жүрмін. Әкімдердің отырған жерінде де бір Көкшетауда Әлбет Рау деген бір әкім болды. Енді көп айтатын мәселеміз тіл ғой біздің енді. Үлкен жаңағы күйіп тұрған мәселеміз. Сол кезде сол кірген кезде мен сол Әлбет Рауға айтқам. Басында кіріп сәлеметсіздерме бастап, артынан орысша сөйлеген кезде мен сол кезде орнымнан тұрып, сіз неге үйтесіз? Мен орыс тілінде айттым. Қазақстан Республикасының бір облысын басқарып отырсыз деп. Бірақ енді сол жерде ұйымдастырушы маған өте қатты ренжіді. Және Әлберт Рау да маған қатты айтты. Сіздің жаңағы өзіңіздің қазақтарыңыз сөйлетіп алыңыз деген сияқты. Осындай жаңағы мен ертең айтыста айтамын осын деп шығып айтыста да айттым ертеңінде. Енді айтыста жаңағы мәселенің шешілген кездері де болған. Кейбір жаңағы біздің айтыстарымызда сол айтыстың үстінде мәселе шешілген кездер болды. Мен куә болдым бірнеше мәрте. Мысал үшін айталық, мына неде Абай ауданында Шығыс Қазақстан Қарауылда айтыс болып жатты. Айтысқа Мейірбек Сапарбаев келді, сол кезде әкім, облыс әкімі. Сол кезде Айбек пен Мейірбек айтысып жатты. Сонда осы Мейірбек қой демегі бірдеңе қуанамыз, әкімдер аудандарға келсе болды. Абай жолын жазудан қиын емес, Абайдың жолын жөндеп берсе болды. Жол нашар болатын. Сол кезде Бердібек ағамыз шығып, осы Мейірбекке осы ауданның жолы керек жоқ, Айбек екеуіне деп. Мен осы уәде беремін, жасап береміз деп, кейін сол жол жасапты. Енді бұл жаңағы кейбір мысалдар ғой, ондай мысалдар көп айта берсек енді, ана жаққа барып, мына жаққа барып айтқандағы. Бірақ енді көбінесе біз жаңағы артынан өздерің айтқандай жаңағы айтыста айтылған әңгіме деп айтпаймыз. Бірақ сол айтылған дүниемізді артынан барып үлкен жиындарда, дөңгелек үстелдерде, әкімшіліктің жиындарында, министрліктерде мүмкіндігінше шамамыз келгенше айтып жүрміз. Халықтың мәселесін, әсіресе елдік мәселелерді. Өткенде мына Аида Балаева ханыммен де кездесіп өтті ақпарат министрі кезінде. Сол кезде мен тұрып айтқам, сіздер бүкіл жазушылар куә ғой, сонда айттым, ол тақ деген кім келіп кім кетпеген жер. Әрине. Кім қалады тарихта? Тарихта қалған кімдер қалды? Кезінде министр болғандардан. Айталық Өзбекел Жәнібек қалды, Жұмабек Тәшенов қалды. Ол кісі несімен қалды? Ұлтқа қылған қызметімен қалды. Егер ұлтқа қызмет қылмаса, ол адамдар көп министрдің біледі. Тарихта оның заманда дәл сол сияқты бір 20-30 министр сол уақытта отырған шығар. Соны ешқайсысы білмейді, ұмытып қалды. Ана кісі біледі. Неге дегенде ұлт үшін қызмет істеді. Сол үшін жаңағы тақта отырған кезде сіздер мүмкіндігінше аралас мектептерді жабыңыздар. Соған ықпал етіңіз деп Аида Балаева айтқан мен. Аралас мектеп деген нәрсе қазақтың түбінде жетеді. Себебі ол сіз мектеп министрі емессіз, бірақ сіз ақпарат министрісіз, осыны ақпарат саласынан шығарайық, қозғайық деп. Бірақ енді ол кісі енді ол жерде көп отырған жоқ, бірақ дегенмен осындай мәселе есіме түскенін айтып жатырмын. Барған жерімде
жаңағы мәдениет министрімен кездессем де осыны айтуға тырысамын, әкіммен кездессем де, қай облыстың ауданның әкіміне барсам да мен сол жерде мүмкіндігінше бір мәселе айтып кетуге тырысамын. Бірақ оны жұртқа шығып жарияламаймыз, осыны айттым деп. Ол ұят нәрсе. Ол енді біздің айтыста айтылған әңгімемізді былайынша айтып жүргеніміз. Бірақ мен осыны мен айтыста айтып едім деп айтпаймын. Бірақ айтамын, осы мәселе бар екен. Сөзімді бұлдап дейсіз. Енді былай қарасаңыз ақындардың міндеті айту ғой негізі. Ел алдына шығарып, жарыққа шығарып айту. Ол айтудың өзі де оңай болатын болса екінің бірі шығып айта беретін ғой. Әрине. Ақындардың негізгі міндеті айту, сынау, сосын жаңағы сол былай болса екен деген сияқты ұсыныс айту. Енді қалған шаруаны құлағы бар, санасы бар, есі болса, құлақ болса, жергілікті жаңа басқарушы органдардың жігіттері бар. Қазақпын деген жігіттер болса, олар өздері де атқара береді деп ойлаймыз. Береке, бағана сөзіңіздің басында айтып өттіңіз, айтысты тыңдайтын жастар бар, және айтыс тыңдамайтын жастар бар деп. Сонда айтыс тыңдайтын жастар әрине оның үйдегі ата-анасы, әке-шешесі айтысты сүйіп көретін адамдар. Ал енді жаңағы бөлініп кеткен қазіргі айтыс тыңдамайтын жастар дейтінімізді, сол жастарға қалайша айтысты тыңдатуымызға немесе қандай да бір құралы бола ма? Бұған да бір үлкен әдіс айла тауып, оның артына түсудің керегі жоқ деп ойлаймын мен. Өйткені мен бір досым болды, мысал келтірейін. Өзі прокурор, өзі орысша оқыған, сол айтады. Талдықорғанның жігіті. Алматыда айтыс болады дейді, дүркіреген айтыс өтеді. Айтыс болатын кезде кәдімгі бүкіл үй-ішімізбен дайындаламыз, мейрам сияқты. Әке-шешемді алып барам Талдықорғаннан Алматыға дейді. Алматыға алып барам, айтысқа кіргізіп берем. Өзім достарыммен қыдырам, айтысқа кірмеймін дейді. Достарыммен қыдырып қайтадан келем, біткен кезде қоңырау шалады, ол кісілерді алып қайтадан Талдықорғанға кетемін дейді. Сол қанша жыл сөйтіп әке-шешемді айтысқа тасып жүрдім дейді, бірақ бір рет айтыс көрген емеспін дейді. Содан кейін енді қазір әлеуметтік желілер ашық қой былай. Мен бір айтысымды көріп қалған. Содан телефон тауып, Инстаграм арқылы, дайрект арқылы жазып, телефон тауып звондайды. Сосын сөйлестік екенбіз. Мен бір ана жерде күшті айтыпсың. Сосын бәрін көрдің ба дедім. Жоқ, енді көріп жатырмын дейді. Жақсы, жарайды деп. Сол сөйлестім де осы сұрақтың өзі не болса керек, жаңағы түрткі болса керек. Таңға дейін көріп шыққан ғой, ютубтан бүкіл айтыстан ақтарып. Қазір айтыс, қай жерде айтыс бар қалмайды. Мынаны тіріде көрген мүлде басқаша екен ғой дейді да. Қай жерде айтыс болады десеңіз, бірінші қоңырау шалады. Алдынан 3 билет, 4 билет. Алдынан 4 билет, 5 билет, осылай. Анамды апарайын деп өзім барам, келіншегім барады деген сияқты. Міне осылай. Сосын бір өзі айналып кеп, осы айтысқа келетін жастар болады. Бір орысша ортаға түсіп қалдым да бір күні. Мүлде орысша. Енді қонақ қып шақырған. Қонақ қып шақырды, бардым, сосын арнау айтып берші деді, жарайды дедім. Қазақи кісі шақырып жатқан белгілі кісілер. Сосын тұрдым да, бірақ ынта-шынтамен ана кісіге риза болып тұрып айттым да арнауды. Айтып болғаннан кейін бір ауыз қазақша сөйлей алмайды. Келіп тұр да бір кісі. Келіп тұр, мен саған риза болдым, көзі жасар болып кеткен. Мен саған риза болдым дейді. Қалай осы қазақтың жастары, сендер осыны қалай айтасыңдар? Мен қатты қызығып тұрмын дейді да. Мен түсіндім дейді. Толық түсінген жоқ, бірақ не айтып жүрғанын түсіндім. Мен енді бұдан кейін кішкене қазақша үйреніп түсінетін боламын дейді да. Енді осындай орталарға барған кезде біз белгілі бір деңгейде әсер еткенімізді білеміз. Ал енді қазір жастар, енді ең қызығын айтайын сіздерге. Бізде қазір емін-еркін диалог дейміз ғой, екі адам сол жоғалып кеткен да. Кешегі болып жатқан мәселенің барлығы, ана билік пен қарапайым халық деп ажыратып бөліп тастаған нәрсе, осының барлығы бір-бірін көрместей болып кеткен нәрсе, шын мәнісіне келгенде жәке қалыңыз қалай, жақсысыз ба деп бастаған әңгімемен ақ бітетін шаруалар көбісі. Өткенде бір колледжге неге бардым, жиынға. Енді бұрынғы қатып қалған дәстүр ғой енді. Сәлеметсіздер ме, қош келдіңіздер, құрметті көрермендер деп жаңа жүргізуші солай айтып жатыр. Колледждің жаңағы завуч дейміз ғой, орынбасары да солай қағаздан қарап, ресми сосын маған сөз беріп жатыр да. Сосын мен айтамын, қараймын, бәрі ауылдың балалары қара көз, кәдімгі өзіміздің бауырларымыз, інілеріміз. Ассалаумағалейкум, қалай жағдайларыңыз жақсы ма деймін да осылай. Ешқандай не жоқ. Қалай жағдайларыңыз жақсы ма, сабақтарыңыз жақсы ма деп жай бастап кетсең болды, жамырап сала береді да, оған дейін бүйтіп тырысып отқан балалар ғой. Міне осы нәрсе біз қазір жүрген жерімізде тура бұрыннан көріп араласып жүрген сияқты, бұрыннан бір таныс бауырың сияқты, қалайсың бауырым, жақсың ба, сен шошып қалады да, сіз мені танисыз ба деген сияқты.
танимын, сен қазақтың баласың, қалай жақсың ба, қай жақтың баласысың сен? Ой керемет. Міне осыдан кейін барып ана бірден жібіп сала береді да, сосын суретке түседі, сосын жаңағы инстаграмдағы парақшаңызды белгілесем бола ма, белгіле, ол парақшаға кіреді, ол парақшаның ішінде қанша айтыс жатыр деген сияқты. Осылай тартпасақ, сен айтыстың да, сен адам болмайсың, тыңдамасың деген нәрсе өтпейді қазір ешкімге. Дұрыс айтасыз. Иә. Қосайын ба? Қосыңыз бір ауыз қортындылай. Енді айтысты өйстіп жатындату үшін енді әртүрлі формуланы ойлап таптық енді, сәтсіз де болды деп айттық енді, Жүрсін ағаның өзі араласты, жаңағы шоу айтыс дегенде. Әншілерді қосты, әзілкештерді қосты. Ондан бір белгілі мөлшерде пайдасы болды деп ойлаймын. Көп адамдар тартылды ол жақтан да. Бірақ енді оны ол былай ары қарата жалғастыратын жоба емес, бір реттік қана жоба. Онан кейін енді мен өзімнің жаңағы методикамды айтайын, әдістемемді. Қалай жасайтынымды. Мен жақында бір мектепке бардым мысалы. Қаланың балалары, олар айтысты тыңдамайды. Олар бәрі орысша сөйлейді көшеде. Мен оларға не істедім? Оларға шәкірттерімді алып бардым. Соны апардым да жаңағы сахнаға бәрі отыр ғой. Соны шығарамын да айтамын, мына бала сенен қай жылғысың деп сұраймын, ана біздің ақындарымыз. Мысалы Абзал Мақашты, ана кімді, Сағынышты, Сметті, анау кімді, біздің Асқарды алып барамын ғой. Олардан бір 2 жас үлкен балалар ғой енді. Мына бала сен 2 жас үлкен, сен қай жылғысың деймін ана алдында отырғандардың. Мен 2006 жылғы, мына бала 2004 жылғы. Қазір міне қараңдар. Домбырамен қазір сенің атыңа өлең шығаратын жерін. Ал отындар айтыңдар деймін. Біздің ақындарымыз отырып айтысымен әрқайсының өлеңін атын қосады, немесе жаңа мектебінің өлеңге қосады. Таң қалады бәрі қол соғып. Сөйтіп өткенде бірнеше мектепке барып сөйтіп біз балалардың сезімін оятып кеттік. Бұл методика жақсы екен негізі. Барып сөйтіп қала мектептеріндегі балалардың өздерінің замандастарына апарып балаларын айтыстырып, соны көрсету керек. Міне қарашы, мына бала қандай. Үлгі дейсіз ғой. Үлгі. Мынау сенің атаң аты кім? Түгенбай. Мынаның атаң басыл. Сенің атаң да қазақ болған, мынаның атасы қазақ болған. Сен домбыра ұстаған. Ал сен домбыра ұмытып қалғансың. Мына балаң қалай тартады домбыраны? Мына балаң өлең қалай айтады? Деп айтсаң, ол ана балаларға сіңді болады екен. Сен сол мектепте барлығы болмаса да, жерде отырған бір 100 баланың ішінде бір 10-15 қайта сұрақ қойып артынан суретке түсіп бізден қалмай мысалы. Сәл болсын біз сезімдеріне жаңағы түрік біреулер айтады, мен енді жазамын, орысша жазамын, сіздер қатысуға бола ма деп. Қазір біздің топ жарғанға бірнеше бала келіп жатыр, орысша жазатындар. Қазақша үйренеміз, қазақша жазамыз деп. Сен орысша жазатын бала қазір қазақша жазып жатыр. Енді сөйтіп ақырын енді қимылдап жатырмыз. Ол бірақ енді былай айтқан кезде жеке біздің дүниеміз ғой енді. Айтыс насихат деген нәрсе ол үлкен деңгейде, министрліктің деңгейінде, үкіметтің деңгейінде жүру керек. Оған жаңағы арнайы қаржы бөлініп ол тұрақты жасалған кезде жастар өзі-ақ келеді ғой. Үлкен тәрбиенің өзі ғой айтыс деген. Тіл деп басты ауыртпай-ақ бар ғой. Қазір тіл дегенде қорқады ғой, себебі іргеміздегі мемлекеттерден саяси дүниелерден біздің жаңағы ушығып кете ме деп қорқады. Осы өнерімізді насихаттап жатырмыз деп айтысқа бар ғой, ақшаны көлдей мектептердің бәріне айтыс ақындарын жіберсінші кездесуге басқаға, сол мектептердің бәрі беті бері қарайды. Әрине. Ана Жәкең хабарласып жатыр ғой өткенде, осындай түсірілім болады деген сияқты. Жарайды, бірден келсем. Мен айтыстың тақырыбында айтыстың насихаты болатын кез келген нәрседен бас тартқан емеспін да. Жаңа ағамыз айтып отыр мектеп деп. Өткенде осында бір кездесулер болып, мен де шәкірттерімді алып барамын. Олардың да ішінде кішкене жастардың арасында танымал бола бастағандары бар. Сосын бір кісі жазып отыр да, бір кездесуге барып шықтық. Сосын инстаграмға саламыз ғой, мұнда кездестік, мұнда бардық деген сияқты. Сосын Бозайғыр деген ауыл бар осы шақырым жерде. Содан бір қазақ тілі апай мұғалімі, қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі жазып жатыр. Енді жоқ бармаймын деп айта алмаймыз ғой енді. Ауылдың, біз енді ауылда тұрамыз, бірақ келетін шығарсыздар, біз осындай қылсақ деген сияқты. Сосын мен де жұмыс күндерде мына сәрсенбі күні түстен кейін бос боламын да көбінесе. Сосын айтамын ол кісіге. Жалғыз шарт қоямын, сол сәрсенбі күні түстен кейін болса барамын. Басқа күндер мен бара алмаймын. Енді айтыстың тақырыбында болса сөйтсем бір іс-шара екен. Сосын жарайды, сосын біз Жамбылдың 175 жылдығына бір іс-шара ұйымдастырып жатыр едік. Сол Жамбылдың айтыстарынан өзімді көрсететін балалар болса дейді, жарайды алып барамыз. Сонымен 2 шәкіртімді алып бардым, жаңа аға ұқсап. Барсақ жаңағы бізді шақырып жүрген мұғалімнің өзі Жамбыл мен Айкүмістің айтысын жаңағы музыкант жігіт бар, ән күйден беретін, сосын өзі бар. Екеуі сахнаға шығып Жамбыл мен Айкүмістің айтысын орындап жатыр да. Мен енді ана 2 баланы дайындап қойғам, Жамбыл мен Айкүмістен үзінді айтып берді işte. Сосын қараймын оларға. Ол маған қарайды, жоқ енді сен Жамбыл мен Айкүміст болмайсыңдар, сендер өздерің болып айтысасыңдар қазір шықса. Сахна ашсыңдар. Жоқ, өздерің айтсыңдар, енді біз қайталамай-ақ қояйық бұл нәрсені. Әрине. Иә, содан ол кісілер айтысып кетті, сосын шығып сөйлеп, 2 шәкіртіміз айтысты. Ана жердегі бүкіл болып жатқан ситуацияның бәрін айтып берген кезде, оқушылардың барлығы енді арасында талапты балалар бар. Солардың барлығы келіп, қызығып, келгендеріңіз қандай күшті болды. Және бір күнде 2 кездесу ғой, сол Бозайғырдан шығып, одан кейін 49-ші мектепке келдік. Ана біздің Тоба Өтепбаев деген бауырымыз бар. Тура жаңағыдай. Келдік, кіріп отырдық, сосын сұрақ қойып жатыр. Сіз айтысқа қашан шықтыңыз? Анау, мынау жаңағы ұстаздар сұрақ қойып жатыр. Сосын балаларға сұрақ қой дейміз ғой.
үндемейді барлығы жаңағыдай. Сосын қайтадан еркін форматқа сен сұрақ қоясың ба, қоя қой. Сосын тұрып қашан шықтыңыз айтысқа дейді. Мен 5-ші сыныпта шықтым. Сосын 5-ші сынып деген нешеде қазір деп жаңағы мұғалімдерден сұраймын. 11-де ғой. Кім 11-де? сондай мына жақтың жарысы бір кезде жарыс болды ғой. Ең соңында сұрақ қоятын кезде кім сұрақ бар ма десең, мына жақтан кері байланыс бар ғой, көрдіңіз бе? жақындар сол мектептегі жіберу керек қой. Сонда жаңағы осындай методика пайдаланып, оның ішінде ақындардың ішінде де бәрі өйтіп пайдаланбайды. Педагогтары жаңағы өзінің әдістемесі бар ақындар ғой, солар жіберіп бізді жіберсе, мысалы, бұл екеуміз қатырамыз. Жақсы. Серзат аға, осы жерден жақсы әңгіменің бір түйініне келейік, думан солай ғой. Ақындарды мектепке жіберу керек, шенеуніктерді халықтың арасына жіберу керек. Сонда жаңағы Ерекең айтып отырған диалог болады. Диалог болған жерде бір-бірімен түсінеді, тіл табысады. Қазақ өз сөздің адамымыз ғой. Иә, қазақ тілі өздеріңіз осы әңгімен жылқы мінезді халықпыз деп бастадық қой. Сондықтан жылқы кісінескенше дейді ғой, адам сөйлескенше дейді. Сөйлесу деген жаңағы өздеріңіз айтып отырған нәрсе. Ендеше бүгін де өздеріңізбен сөйлесіп, мынау жақсы тақырыпқа жақсы ой салдыңыздар ортаға. Рахмет, әрқашан жақсы күндерде жолығайық. Аман болыңыздар. Сіздерге рахмет. Мың алғыс. Алтын уақыттарыңызды беріп келгендеріңізге.